إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bugün sabahımızda biiznillah Muhammed ibn Abdul Vahhab rahimahullah'ın 6 negiz kitabı menen başlayız. Bu kitap Ahlus Sunna vel Cemaat'ın seniminde bolатын және осы өмірде болатын негізгі керекті 6 мәселені жинаған кітап. Негізінде исламда Ahlus Sunna vel Cemaat'ın seniminde және ұстанған жолында сол жол сәлемет болу үшін, сол сенім дұрыс болу үшін Ahlus Sunna vel Cemaat Құран хадистердің дәлелдерімен реттеп зерттеп қойылған негіздер көп. Реттеп зерттеп анықтап қойылған негіздер көп. Бұл кітапта сол негіздердің көбінесе адамдарға керекті болған және адамдар егер соны білмесе дінде өте қатты кемшілік болатындай негіздер бар. Сол негіздерді жинап айтуға әрекет қылған. Одан басқа негіздер жалпы оны көбірек ғалымдар біледі, білім талап етушілер біледі. Бұл негіздерді қазіргі біз иншаллах айтып өтетін негіздер әдетте әрбір адам білу керек болған және соны білмесе өзінің сенімінде және тұтқан жолында басқан қадамында қателесіп қалады. Адам осы өмірде болған уақытында мәміле қылатын, қарым-қатынас қылатын жақтары бірнеше. Солардың біріншісі пенде өз Рәббісімен болатын қарым-қатынасы. Екіншісі өзіне ұқсаған мұсылмандарменен болатын қарым-қатынас. Ол мұсылмандардың ішінде туысқандары бар, өзіне бөтен адамдары бар, және сол мұсылмандардың ішінде өзіне ұқсаған қарапайым адамдар бар, және олардың ішіндегі ғалымдары бар, олардың ішіндегі патшалары бар. Сен оларменен бір күн емес бір күн әдетте жолығып, соларменен мәміледе болуың керек. Соларға қалай қарым-қатынаста болуың керек. Және айтылып тұратын әдетте біз айтатын иншаллах келешекте айтатын білім ол не ол? Түсінікті ме? Осыған ұқсаған әрбір мұсылманға керекті болған, маңызды болған негіздерді бұл кітапта жиналып айтылған. Егер осы кешегі 3 негіздегі айтқан қысқаша сөзді айтамыз бұл жерде де, кімде-кім осы негіздерді қайсы бір Ahlus Sunna'nın кітабынан оқып білетін болса, дұрыс істепті. Шарт емес ол Muhammed ibn Abdul Wahhab'тың кітабынан оқуы. Бірақ өткенде 3 негізді айтқанымыздай, бұл кітаптарда, яғни ғалымдар шарықтанып, қызмет қылынып, баяндалып, реттеп қойылғандығы үшін де біз одан пайдаланамыз. Егер бұл кітап болмаса, бір адам Құраннан, хадистен ашып, осы нәрселерді түсіндіріп беретін болса, оған ешқандай қарсылық жоқ. Себебі мәселе бір нәрсенің атында емес, о нәрсенің оның мағынасында. Түсінікті ме жоқ па? Мәселе бір нәрсенің атында емес, оның мағынасында. Яғни айтайық, бір ішетін су бар. Оны, мысал, пәлен елдегі адамдар атын арақ деп атайды оны. Мысал. Түсінікті ме? Арақ біз үшін не ол? Арам нәрсе, дұрыс па?
ол елде сол ішетін бір ішімдік шарап дей ма, не дейді оны? Оны солар арақ деп атайды екен. Мысал, сол аты арақ болғанды үшін арам бола ма ол? Жоқ. Себебі аты, есімі бәлен болғандығы үшін ол оның ақиқатын өзгертпейді. Оның ақиқатын өзгертпейді. Оның терісіне арақтың атын қазір біз білетін арам, Аллах арам қылған арақтың атын әдемі ат қояйық. Мысал, рухты көтеретін, көңілді көтеретін су деп намдап қой оны. Түсінікті ме? Көңіл көтеруші су деп оны. Арақ деме. Себеп арақ десең, ол арам, адамдарға жақпайды, қорқынышты ат, мұсылман үшін. Оны көңіл көтеретін су де. Сосын арақтан басқа нәрсе деп ішсең бола ма оны? Жоқ. Себебі есімдер оны не қылмайды, ақиқатын өзгертпейді. Қазіргі күнде мысалы процентке алынған рибауи саудаларды не деп айтып жатыр? Пайда деп жатыр. Рибаның орнына болсаған хадия деп қайтарып бере жатыр. Мысалы 1000 теңге алса, 1200 теңге қайтарып береді. Мынау 1000 өзіңіздікі, мынау 200 хадия сізге дейді. Алейкумассалам. Сыйлық сізге дейді. Түсінікті ме? Ол рибаны не деп намдап жатыр? Сыйлық деп, хадия деп намдап жатыр. Ол риба болмай қала ма сонда? Ол риба бола береді. Себебі сен оны қалай деп намда, ол риба болып қала береді. Түсінікті ме, жоқ па? Сол үшін біз негізінде шындықты, дұрыстықты үйренуіміз. Оны Құран, хадистің тура дәлелдері арқалы үйренеміз ба? Ғалымдардың реттеп қойған, дайындап қойылған, бізде айтқандай тамақты дайындап ашейін бір аузыңа салынған, жұта алмай жүрген адамдарымыз негізінде біз. Бәр нәрсе алхамдулилля исламда қызмет қылып дайындап қойылған. Тура жас баланың аузына шайнап салынған тамақ сияқты. Ол жұта алмай жүреді соны. Біздің қазіргі жағдайымыз бүткіл барлық жағдайда алхамдулилля ахлі сүнна ғалымдары бүткіл барлық жағынан қызмет қылып қойған. Біз тек қана азғантай бір уақыт бөліп, әрекет қылып, ықыласпенен үйреніп, соған күшіміз жеткенше амал қылатын болсақ, Алла субханаху ва таала азға береке береді. Түсінікті ме, жоқ па? Қияметте біз білетін нәрсеміз, адам амалы көп болғандығы үшін жәннатқа кірмейді. Оны білеміз ғой, амалы көп болғандығы үшін емес, амалы дұрыс болғандығы үшін жақсылыққа жетеді. Алла субханаху ва таала Құранда ол сендерді жаратты, сендердің іштеріңдегі қайбірларың жақсырақ амал істейді екен деп дейді. Түсінікті ме? Не деп жатыр? Жақсырақ амал, көбірек амал деген жоқ та. Көбірек деген жоқ. Жақсырақ деді. А жақсы болатын амал біз білетін Аллахқа болған ықылас берен және Мұхаммед алейхиссалату вассаламның сүннетіне сай келсе, сол жақсы амал болып есептеледі. Амма қанша 100 мыңдаған дәрежедегі көп амал болса да, ол не ықылас болмаса, немесе онда Наби саллаллаху алейхи еру болмайтын болса, ол амал таудай болатын болса да, Аллахтың алдында ол бір шаң тозандай болады. Түсінікті ме? Себебі қанша қазір дінсіз немесе басқа бір дінде жүрген адамдар бар. Мысал, өзінің сенімі бойынша үйленбейді ол. Мысал, бар ма сондайлар, жоқ па? Үйленбейді. Аш жүреді, жаман киімдерді киеді, өзін тапқанын кедейлерге береді. Бар ма сондай христиандар, жоқ па? Бар. О, Африкада жүрген бір Африканың елін христиандыққа аударуға әрекет қылып, дават қылып жүрген адамдар бар. Бір ұстаз айтады, Африкада жүріп едік дейді, бір елді дават қылып тұрсақ, олар бізді не қылып, біреуді қарсы алуға жиналып қалды дейді. Соларды неге жиналып тұрсыңдар десек дейді, қазір біреу келеді деп айтты дейді. Сөйтсе, оларға бір христиан шал келеді екен. Шөлде бір ауылдан екінші ауылға есек мініп алып, құржынға нәрселерді салып алып, бағанағы Дед Мороз сияқты жүретті, өздерін не қылып, сөйтіп хадия таратып, христиан дініне дават қылып жүреді екен. Шөлде Европаның адамы. Және бір жерде бір әйелді көрдік дейді, өзі бағанағы доктор екен. Адамдарды емдейтін әйел. Бүткіл өзінің елін жайын тастап, сол құрғақ жерде жүр.
Сонда сұралып еді дейді бағанағы әйел, менің анам осы жолда қайтыс болған, мен де осы жолда қайтыс болғым келеді деп айтады дейді. Түсінікті ме? Сонша амал бекер, себебі ол Аллахқа болған ықыласпен болып жатқан жоқ. Ширкпенен амалдың барлығы не болады? Бекер болады. Ол 100 мыңдаған жыл өмір берілсе де саған Аллахқа болған ықылас болмаса, ол амал ақырында иесіне қайтарылады, ол бекер болады. Сол үшін біз міне келешекте айтылатын негіздерге егер тоқталып өтетін болсақ, ең бірінші негіз ол Аллах субханаху ва таалаға болатын ықылас. Бұл ықылас Аллах субханаху ва таала Құр'анда оны көптеген аяттарда баяндаған. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллям бұл мәселені көптеген хадистерде баяндаған. Және тек қана ол яғни Аллах субханаху ва тааланың болатын құлшылықты емес, сонымен бірге Аллах субханаху ва таалаға ширк келтіруден де қайтарған. Бұл нәрсе арада екеуі бір болу керек. Яғни Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзіне құлшылық қылуменен бірге Аллахтан басқасына басқа құлшылық қылып тұрған нәрседен бет бұрумен бірге болу керек. Түсінікті ме? Яғни біз қазір әрбір мұсылман одан талап етілетін сөз, әдетте исламға кірсе де, ол жалпы мұсылман болса да айтатын сөзі ла илаха иллаллах деген сөз. Солай ма? Ла илаха иллаллах деген сөз. Не деген ол ла илаха иллаллах деген сөз десе, оған қысқаша айтылатын оның мағынасы Аллах субханаху ва тааладан басқа құлшылыққа ақты ешкім жоқ. Құлшылыққа ақты болған ол Аллахтың жалғыз өзі деп осы екі мағынаны жинауың керек. Түсінікті ме? Аллахтан басқа құлшылық қылынып тұрған нәрселердің бәрін оған қарсы болуың керек. Оған сенімді байламауың керек. Оған былайша айтқанда одан бет бұруың керек болады. Тек қана Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзіне құлшылық қылуға сенімің байлану керек болады. Себебі біз білеміз, Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзіне сену бірнеше дәреже болуы мүмкін. Бірақ иманға кірмеуі мүмкін адам. Мысал, Аллах субханаху ва тааланы бар екен десе. Яғни Аллах субханаху ва таала мен дүниедегі жағдайларға көрдім, қарадым, кейбір мысал жердің есуіне, жаңбырдың жауына, жердегі кейбір нәрселер, мынау қазіргі күнде ондай бір несе болады, үйреніп шығылған жағдайлар көп. Мынау құмырсқаны зерттеп жатыр, солай ма жоқ па? Қандай дәрежеде құдірет иесі екенін біліп жатыр. Осы арқалы бұл жаратылыс болған нәрселер өзінен өзі жаратылып қалған болуы мүмкін емес. Оның сөзсіз бір жаратушысы бар болу керек деп нәтиже шешім қабылдаса, осыменен ол мұсылман болып қала ма? Жоқ. Онымен ол мұсылман болмайды. Себебі бұл әлі сол жаратушы кім екенін шешім қабылдаған жоқ әлі. Яғни ол деген Аллахты мүлдем танымайды ол. Бірақ бір жаратушы бар екеніне сенді қазір. Екінші дәрежеге келуі мүмкін. Не деп сенеді? Ақиқатта осы барлықтың барлығының жаратушысы кім деп сенеді? Аллах. Аллах өзі бүткіл бәр нәрсені жаратушы деп сенеді. Және соменен бірге Аллах субханаху ва тааладан басқа біреуге кейбір құлшылықтарды істеуі мүмкін. Бағанағы кейбір жағдайларда көріп қалатын, естіп қалатын қабірдің басына қой союы мүмкін. Түсінікті ме? Не мақсатта? Осы менен, осы әулие қолдай көрсе екен мені деп. Дуамды қабылдай көрсе керек екен, менің тәубамды қабылдаса екен деп. Бірақ ол Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзі жаратушы екенін біледі.
Осы менен ол мұсылман бола ма? Жоқ, болмайды. Себебі осы жағдайдағы адамдарға Мұхаммед алейхиссалату вассалам пайғамбар болып келген. Яғни Мұхаммед алейхиссалату вассалам осы қазіргі күнімізден шамалағанда 1450 жылға жақын уақытта Меккеге пайғамбар болып келген. Түсінікті ме? Сонда Меккедегі арабтар Аллахтың бар екенін білетін, бағанағы бірінші дәреже. Яғни жаратушы бар екенін білетін. Сол жаратушы Аллах екенін білетін. Аллахтан басқа ешкім жаратпайтын екенін білетін. Ол өзі рызық беретін екенін. Ол бүткіл күш, құдірет, неғмат, рызық барлығы Аллахтан екенін білетін. Бірақ соменен бірге Аллахтан басқасына дуа қылатын, Аллахтан басқасына соятын, Аллах субханаху ва тағаладан басқасына кейбір нәрселерді нәзір ететін. Түсінікті ме? Наби саллаллаху алейхи ва саллам олардан осы Аллахқа болған сенімін қабылдаған жоқ. Бұл сенімді қабылдамады. Себебі бұл сенім төбеде айтылған ла илаха иллаллах деген сөзге сай келмейді. Ла илаха иллаллах деген сөзге сай келу үшін олар бүткіл Аллахтан басқа құлшылық қылып тұрған нәрселерінің барлығынан бет бұру керек. Тек қана Аллах субханаху ва тағаланың өзіне ғана бүткіл құлшылықтарды өзіне істеу керек болады. Сонда ғана ол пайғамбардың алып келген дініне сенген болады. Егер сол Меккенің мүшриктерінен сендер ла илаха иллаллах деп айтыңдар, олар үшін оның мағынасы түсінікті, өздерінің тілі, солай ма? Оны айту оларға ештеңе тұрмайды. Әсіресе ла илаха иллаллах деген сөзді қарасаң, тіл қимылдап, тіпті ерінің қимылдауға қажет емес. Өте жеңіл сөз. Ла илаха иллаллах. Тіпті сен жай айтсаң, біреу сенің сөйлеп тұрғанында, зікір қылып тұрғанында сезбей қалады. Сондай дәрежеде Аллах субханаху ва тағала өзінің таухидын адам үшін жеңіл қылып қойған. Тіпті өлейін деп жатқанда тілің азғантай қимылдайтын дәрежеде болса да айтып өліп кетсең болады. Бейднилла, егер Аллах таухид берсе. Егер Наби саллаллаху алейхи ва саллям уақытында мүшриктерге сендер осы ла илаха иллаллах деген сөзді айтыңдар. Содан кейін Аллахқа құлшылық қыла беріңдер. Аяқтағы әулиелер бағанағы солар менде қарым-қатынас қылып тұра беріңдер десе, Абу Лахаб, Наби саллаллаху алейхи ва салламның кімі? Ол ағасы. Абу Жахил, болар Наби саллаллаху алейхи ва салламға ешқашан қарсылық қылмаған болады. Түсінікті ме, жоқ па? Ешқашан қарсылық қылмаған болады. Себебі болар осы нәрседен разы болып тұр. Наби саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге келген уақытта олардан Аллахтың жалғыз өзіне құлшылық қылуды талап етті. Аллахтан басқа құлшылық қылынып тұрған нәрселердің бәрінен бас тартуды талап етті. Сонда мүшриктер Наби саллаллаху алейхи ва салламға бір сөз айтты. Мынау Абу Талибқа келіп. Білесіңдер, Абу Талибтің қиссасын көптерің естігенсіңдер. Сол Абу Лахаб, Абу Жахилдар барлығы келеді да, мынау ағаңның баласы дейді, бауырыңның баласы дейді, біздің құдайларымызды боқтап жатыр дейді. Түсінікті ме? Мына бауырыңның баласы, яғни Мұхаммед алейхиссалату вассалам, Абу Талибтің бауырының баласы. Біздің құдайларымызды не қылып жатыр дейді? Боқтап жатыр. Балағаттап жатыр дейді. Наби саллаллаху алейхи ва салламның өміріне, хадистеріне қайтатын болсақ, Наби саллаллаху алейхи ва саллам боқтаушы адам болмаған. Түсінікті ме? Тіпті еврейлер Наби саллаллаху алейхи ва саллам алдына келіп тұрып, ассаламу алейкум дейді. Бізде кейбір қазақтарда болып қалды, ассаламу алейкум дейді. Түсінікті ме? Тура анау яһудилердің сәлеміне ұқсап кетеді. Оны ескертіп үйрету керек. Ассаламу алейкум дейді. Ассаламу алейкум. Осыған ұқсаған сөз айтады. Ол сәм дегені өлім дегені. Ассаламу алейкум деген саған өлім болсын дегені ол. Сол үшін тілімізді де дұрыстауымыз керек негізінде. Ол сәлем бермекші. Жаман ойы жоқ оны. Бірақ ана еврейлерде жаман ой бар. Келеді де ассаламу алейкум білдірмей, тура ассаламу алейкум деп отқан сияқты.
Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям алейкум дейді. Айша радиаллаху анха ашуланады да, бүткіл бәлес, өлім, әлекет сендерге болсын дейді, бізге емес. Сөйтсе, яғни бұлайша айтқанда боқтап жатыр да, осы сөзбен. Бәле, ол өлім сендерге болсын. Бағанағы яһудилерді, еврейлерді айтады. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ондай балағаттап сөйлеудің қажеті жоқ дейді. Сөйтсе, я Расулаллах, көрмей жатсыз ба, бұлар не деп жатыр дейді. Сөйтсе, мені де естімедің бе не дегенімді дейді. Мен де сендерге сол өлім деп айттым ғой дейді. Уа алейкум дегені сендерге де дегенім. Түсінікті ма? Саған, сізге өлім болсын десе, сендерге де деп қойды Расул саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах кімнің зұлымдықпен болған дуаны қабылдай ма? Жоқ. Бұл жерде Расул саллаллаху алейхи ва саллям дуасы қабылданады иншалла, себебі зұлым көріп жатыр. Ана еврейлер залымдық қылып жатыр ол жерде. Басқа артықша сөз айтқан жоқ. Яғни Наби саллаллаху алейхи ва саллям балағаттау жаман сөзден өте аулақ болған адам саллаллаху алейхи ва саллям. Ең көркем мінез о кісіде. Наби саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан боқтамаған оларды. Бірақ олар неге соны боқтайды деп айтты білесіңдер ғой, себебі олар Наби саллаллаху алейхи ва саллям мені істеп жатқан істерін ширк деп айтты. Сөйті ме жоқ па? Мені істеп тұрған нәрселерін ширк дегенді олар боқтау ретінде, балағаттау ретінде қабылдады. Себебі ауыр нәрсе де. Яғни біздің қазір өзіміздің істеп жатқанымыз бекер болса, мына құдайларымыздың ибадаты, оларға болған ибадатымыз бекер болса, сонда қайда кеттік демекші да. Сөйті ме? Содан Наби саллаллаху алейхи ва саллямды осылай деп айтты. Сол үшін әшейін Аллахқа құлшылық қылыңдар, намаз оқу керек, ораза тұту керек, мұсылман адам зекет беру керек десең, бәрі жүре береді, я мұсылман солай болады екен деп. Сөйті ме? Келіп тұрып, Аллахқа құлшылық ет, бірақ абайла, Аллахтан басқасына құлшылық етіп қойма. Мына жерде намаз оқисың бес уақыт. Сонымен айда, жылда бір рет ана қабірстанға барып, медет сұрап келесің барып. Әулиелерді таваф қылып қайтасың қабірді барып. Содан барып топырақ алып келесің. Түсіңді барып сұрап келесің ана шырақшылардан барып. Солардан береке алып келесің. Бес уақыт намаз оқисың. Оларға осы нәрсе, әшейін намаз оқыңдар десе, олар оқи беруі мүмкін. Бірақ ширктен сақтаныңдар десе, бас тартады. Doğru сол сияқты оның серігі бар осы жерде. Пайғамбар алейхиссалату вассаламға еру керек десе, еру керек. Ерігенімізден ла иляха иллаллах деп айтып жатырмыз. Бесінің алдынан 4 бас сүндет оқып жатырмыз. Бесінен кейін 2 бас сүндет оқып жатырмыз. Шамнан кейін сүндет па олардың барлығы? Сүндет. Оларға сол сүндетті істеуменен бидаттан сақтаныңдар десең, сол жек көреді содан кейін. Жақтырмайды ол нәрсені. Себебі мәселе тек қана құлшылық ету емес, жалғыз Аллахтың өзіне құлшылық ету. Мәселе тек қана Расул саллаллаху алейхи ва саллямға еру емес, бәлкім Расул саллаллаху алейхи ва саллямның жалғыз өзіне ғана еру. Түсінікті ме жоқ па? Осы жерде ақиқатты ахлі сүнна уал жамааттың жолында шынайы Расул саллаллаху алейхи ва саллямның қалдырған сенімінде болған жол менен басқа қателескен жолда болған адамдардың арасындағы айырманы көріп білсең болады. Түсінікті ме? Сол үшін біз Аллах субханаху ва таалаға құлшылық бабында ықыласқа көп көңіл бөлуіміз керек. Бұл ықылас мынау дәрет сияқты арада болса болды, намаз уақытында керек. Дәрет деген намаз уақытында керек қой. Солай ма? Наби саллаллаху алейхи ва саллям бір күн дәретханадан, қажетханадан шығады. Дәретхана дейсіңдер ме? Не дейсіңдер? Ол шыққаннан кейін біреу су алып келеді. Дәрет аласыз ба деп. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям мен дәрет алуға намазға тұрғанда бұйырылдым дейді. Яғни ол дегені момын адам абзал дәретпен жүргені, дәретсіз жүрсе де бола береді. Солай ма жоқ па? Дәретсіз жүрсе де бола береді. Егер намаз оқып жатса, тек қана сонда ғана дәрет алуға не қылынады? Бұйырылады. Ықылас бұл дәрет сияқты емес. Керек уақытта болса басқа уақытта шарт емес болатын. Намаз немесе басқа ибадаттарға ұқсамайды. Бәлкім бұл ықылас деген әрбір ибадаттың несі ол? Әрбір ибадаттың негізі. Ықылас деген әрбір ибадаттың несі болып есептеледі екен?
негізі болып есептеледі. Әрбір ибадатқа қатысы бар. Намаз оқысаң да, ораза тұтсаң да, зекет берсең де, хаж қылсаң да, жақсылыққа бұйырсаң да, жамандықтан қайтарсаң да, солай ма жоқ па? Қай бір жағдайда болатын болса, ол амалдың негізі егер ықыласта болмаса, амалың бекер болады. Түсінікті ме жоқ па? Бұл амалды бекер қылып тұрған нәрсе не ол десе, оны не деп айтамыз? Ол ширк. Амалды бекер қылуға себеп болып тұрған нәрсе, ықыластың қарсысындағы болған нәрсе, ол ширк. Аллах субханаху ва тааланың ең қатты қайтарған арам нәрсесі ол ширк. Ибн Масуд радиаллаху анхуның хадисінде сахихтағы ең үлкен күнә не екенін білесің бе десе, Аллах және пайғамбары біледі дейді. Сонда ең үлкен күнә әл-ишраку биллах, Аллахқа серік қосу дейді. Сен оны жаратқан екенін біліп тұр. Сен білесің Аллах жаратқан сені. Аллах айтқандай: «Я айюханнас убуду раббакум аллази халақакум валлазина мин qablikum». Ей адамдар, сендерді және сендерден бұрынғыларды жаратқан, және сендерге неғматтарды аспандардан жаңбырды жаудырды, жерден жемістерді шығарып берген Аллахтың жалғыз өзіне құлшылық етіңдер деп жатыр. Яғни жаратқан екенін, рызық берген екенін, саған осындай неғматтарды берген Аллах екенін біліп тұрып, содан кейін басқа біреуге құлшылық етесің ба? Саған неғматтарды берген, жақсылық қылып жатқан, мысалда ашын бір дүниедегі, мынау маған жақсылық қылды, мен мынаған рахмет айтып жатырмын. Кімге жағады ол нәрсе? Бір бала әкесіне рахмет айтпай, көрші басқа біреуді әке деп жүр. Әкесіне жаға ма? Бұл ашын бір дүниедегі нәрсе. Бұл Аллах субханаху ва таалаға жақпайтын ең жек көрген күнә осы. Сол үшін Аллах субханаху ва таала бұл амалды кешірмейді. Аллах субханаху ва таала Құранда осы нәрседен қорқытып айтқан. Аллах субханаху ва таала өзіне серік қосылғанды кешірмейді дейді. Басқа күнәларды қалағанына кешіреді. Біз ықылас туралы айтқан уақытымызда көп сөз айтса болады. Бірақ қысқа сөзді айтатын болсақ, пенде әрбір іс әрекетінде қандай бір істі істеп жатса, немесе сөзді айтып жатса, соны кім үшін істеп жатқанын, немесе айтып жатқанын бір жүрегінің негізінен бір өткізіп қою керек. Яғни, қазір мен бір адамды көрдім, бір істі істеп жатыр. Мен оған осы істі жаман екенін үйретуім керек. Солай ма? Сол сөзді айтудан бұрын мен білуім керек, соны не үшін айтып жатырмын. Соқты ма? Сол адам егер менің досым болса, осы сөзді айтатын ба едім, жоқ па? Соқты ма, мәселе жоқ па? Мысалы, қазір бір адам қателесіп жатыр. Білесің, ол саған жақпайтын адам. Бұлайша саған дұшпаншылық қылып жүрген адам. Иә? Болады ғой сонда, иә? Мысалы, сигарет шегеді. Солай ма жоқ па? Анау қылады, мынау қылады, өзіне жараса күнә. Сен соны жек көресің, сол адамды жек көресің негізінде. Сенің омен араңда ақша бар, дүние бар, анау бар, мынау бар, бір проблема өткен араңда. Әрі келіспегенсіңдер соны. И оның бір жаман істеп жатқанын көріп қалдың. Солай ма жоқ па? Сен қазір сол нәрсеге насихат қылғың келіп тұр. Мынау бауыр жол, дұрыс емес мына істеп жатқаныңыз. Былай болу керек. Ол жақсы. Сыртқы көрінісінде сен жақсы істеп жатсың, иә? Себебі жақсылыққа бұйыру, жамандықтан қайтару, бұл аспандар жердің амандығының, сәлеметтілігінің белгісі бұл. Әділдік. Сыртынан өте әдемі іс ол. Бірақ сен сыртқа қарама. Адамдар рахмет айтады, басыңды сүю мүмкін, терісінен сені ләнеттеуі мүмкін, бірақ сен Аллахтың алдында өзің кім екенін жақсы білесің. Яғни, осы жерде сен ананы жақсылыққа бұйырып, немесе жамандықтан қайтарып тұрған уақытында, не үшін оны осы нәрседен қайтарып, не үшін көріп қалдың оны? Жалпы оны не үшін көріп қалдың сол нәрсені?
Егер сол істі өзің жақын досың істеп жатса, көзің солай бақырайып көретін бе еді, соны жоқ па? Түсінікті ме, жоқ па? Сол жамандықты көретін бе еді, немесе бауырым ғой деп өтіп кететін бе еді сол нәрсе? Түсінікті ме? Бауырым ғой, біздің бауырым, өзіміздікі ғой деп, соны тексер, ол жүректе тексересің оны. Егер шыныменен осы нәрсені өзіңе жақын болған, туғаның, туысқаның, досың, жақын бауырыңнан көрген уақытта да жақсы сөзбен қайтаратындай дәрежеде болсаң, және осы саған қарсы болып, дұшпан болған адамға да тура солай мейірімділікпенен осы нәрседен қайтса ғой, соменен Аллахқа жақын болса ғой, сомен жаннатқа жақын болса ғой, соменен тозақтан ұзақ болса ғой деген ниетпен қайтарып жатсаң, бұл өте үлкен ибадатты істеп жатсың сен осы жерде. Бірақ жүректің мәселесін тексеріп көріп жатсаң, осы нәрсе ардайым осылай бола бермейді. Түсінікті ме? Осылай бола бермейді. Сол үшін бағана адам сөзіңді алмаса, өткенде сендерге үш негізде айтқан сияқты, сөзіңді алмаса қатты ашуланады. Неге? Өзі бұл жаман адам еді, және менің сөзімді алмады деп. Сен ашуланып жатқаның Құран хадисті алмағандығы үшін емес, сенің сөзіңді алмағандығы үшін ашуланып жатсың. Мына жерде ықыластың не әлсіздігі, немесе ықыластың жоқтығының белгісі болып тұр. Біз қазір үлкен шірктер, Аллахтан басқасына сою, Аллахтан басқасына дуа қылу, Аллахтан басқасынан пана тілеу, Аллах субханаху ва тағаладан басқасына сәжде қылу, руку қылу, бұлардың барлығы жалпы шірк екенін білеміз. Көптеген таухидтан хабары бар бауырлар бұл нәрсені біледі. Бұны білуіміз керек. Бірақ көбінесе бұл нәрселер кейбір бауырлар ойлайды, демек бұл шірк деген сол қабырға барып жүретіндерде болатын сияқты, бұл шірк деген бізде жоқ деп ойлайды оны. Түсінікті ме, жоқ па? Бұл шірк деген бізде жоқ деп ойлайды. А негізінде ықыластың негізіне қарайтын болсаң, ең бірінші ықылас кімге керек, білесіңдер ме? Сыртқы көрінісінен жақсылық белгісі көрініп тұрған адамға ықылас көбірек керек болады. Қалай деп сұрауың мүмкін? Оның сұрағанның белгісі жауабына ғалымдар айтады, бұл амалдарда болатын жасырын шірктер көбірек сыртқы көрінісі сәлемет болған, әділдікте, амандықта, инсаптықта, сәлеметтікте жүрген адамға көбірек мұқтаж, көбірек керек басқа адамдардан көреді. Яғни адамдар саған қарап тұрады ғой. Солай ма, жоқ па? Мысал, 5 уақыт намаз оқитын, сақал қойған, әдемі бір сәлеметтікте жүрген адамсың. Қай бір жерде намаз оқысаң, бәрі қарайды саған. Бір іс істесең, бәрі қарайды. Туысқандарының арасында, көршілерінің арасында болсаң да, бәрі саған қарайды. Қалай істеп жатыр? Дұрыс, мына істеп жатыр ма, мынаны ма деп. Сен білесің аналар көріп тұрған. Солай ма, жоқ па? Осы менен жүрегіңде шайтан уасуас қылады. Намаз оқисың да, намазыңды әдемі қыласың, біреулер қарап тұрғанда үшін. Осы намазды басқа біреу оқысыншы. Ешкім оған қарамайтын адам намаз оқып жатса, ол ықыласпен оқи береді, себебі біледі, оған ешкім қарамайды. Оған ешкім қарамайды. Біреу қарап жатыр да деп ойламауы мүмкін. Түсінікті ме, жоқ па? Сол үшін біз аз болса да дінге амал қылып жүрген адамдар, әлсіздігіміз көп өзі, бірақ аз болса да амал қылып жүрген адамдар, жоқ дегенде ел сені діндар адам дейді. Өзіңді Аллах біледі, бірақ сені ел діндар адам дейді. Осы діндар адамға ықылас басқа біреулерден көре көбірек керек. Сол үшін ғалымдар айтады, шыныменен ықыласты болған адам, қараңдар, әрбірімізге бұл таразы болса дұрыс. Жамандық, жақсылықтарын, жамандықтарын қалай жасырса, солай жасыратын адам. Түсінікті ме? Әрбіріміз істейтін жамандығымыз бар, солай ма? Отырып алып, альхамдулилля біз деп айтасың ба? Мен мынандай күнә істеп келдім бүгін, мынандай деп айтасың ба? Жоқ, оны жағдай барын жасырасың оны. Тіпті жаныңдағы әйелің білмеуге әрекет қыласың. Дұрыс па, жоқ па? Аллах өзі кешірсін деп дуа қылсаң егер. Жақсылық істеп қойсаң бірден бүткіл көше,
Қазір интернет біліп жатыр істеп жатқан жақсылығын бәрі. Алхамдулилля, біз мынандай садақа қылдық, мынандай істерді істедік, умраға барып қайттық деп мысалы. Түсінікті ме жоқ па? Құдайға шүкір деп қояды, бірақ артында Аллаху алам не жатыр ана жерде. Түсінікті ме жоқ па? Жақсылықтарын, ықыласты адам жамандықтарын қалай жасырса, солай жасыру керек. Түсінікті ме? Осында шыныменен ықыласты болады, бұл қашан жасыруға керекті болған амал болса. Кейбір нәрселерді жасыруға мүмкін емес. Кейбір амалдарды жасыруға мүмкін емес. Қалай? Қандай амал? Мысалы, 5 уақыт жамағатқа барасың. Жасыра аласың ба оны? Жасыра алмайсың. Себебі мешітке бармасаң, адамдарға көрінбесең, сен былай мешітте болып қалмайсың көз ашып жұмғанда. Сен жүруің керек, көшеден көшеге өтуің керек, солай ма? Солай мешіт. Адамдар көре ме? Мына жерде жүректі дұрыстау керек. Шайтан саған осындай адамдар көру керек болған мәселелерді басқа бір жолмен келіп сені уасуас қылады. Яғни айтады, сен көп мешітке шыға берме дейді. Шайтан саған. Неге? Адамдар ойлап қалады, сен 5 уақыт намазды қалдырмай оқитын, мешітте қалдырмай оқитын адам екен. Бір-екі рет бармай тұр, адамдар сені ішіне ықыласты, бір дінінде берік тұратын, намаздардың жамағатын тастамайтын адам деп ойлап қалмайсыңдар. Осылай жақтан келеді шайтан. Түсінікті ме жоқ па? Мысалы, түнде осы үйде жатсың, саған қонақ келген, басқа бөлмең жоқ. Солай ма? Әдетте сен тұрып, түнде намаз оқисың. Сағат 4-те тұрдың, өзінен өзің ояндың, сен тұрып намаз оқитын уақытың. Осы уақытта шайтан айтады саған, жата бер. Неге? Сен тұрып намаз оқысаң, біліп қояды ғой сен түнде намаз оқуың дейді. Көрдің бе? Осы жақтан шайтан кейбіреулерге кіріп келеді. Түсінікті ме? Сен ерідің ба? Уже шайтан саған мініп жатыр. Түсінікті ме? Шайтан осылай мініп ие болып алады саған. Соншалық дәрежеде күшті би болып алады, білесің бе? Оған қарсылық қыла берсең, ол әлсіз болып кетеді. Оны имам Ахмад рахимахулла мұснадында шығарған бір әдемі, бір керемет, біз әрбір мұсылмандарға керек болған бір керемет бір хадис бар. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мұсылман дейді, момын адам өзінің шайтандарын сондай әлсіздетеді дейді, сендердің біреулерің сапарда жүргенде түйенің әлсіздетіп тастаған сияқты дейді. Түсінікті ме? Сапарда білесіңдер, түйе деген ұзақ жолға жүреді, су ішпейді, тамақ жемейді. Солай ма жоқ па? Айтылады 40 күнге шейін су ішпейді екен. Білмеймін мен онды. Шынымен солай ма? Түйе баққандар бар ма ішімізде? 40 күнге шейін су ішпей жүре береді дейді мысалы біреулер. Аллаху алам. Бірақ соған ұқсаған жақын нәрсе бар, сол нәрсе бар. Түйеде сол нәрсе бар. Жемегеннен кейін, жақсы ішпегеннен кейін ол сөзсіз не? Әлсізденіп кетеді. Тырық болып кетеді. Момын адам өзінің шайтанын сондай әлсіздетіп тастау керек. Айтқанын істемей, қателесіп қалса бірден тәубе қылады. Түсінікті ме? Істеген амалын әрдайым Алла субханаху ва таалаға болған ықыласпенен, Расул саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне сай келетін іс-әрекетпен істейді да, шайтан деген әлсізденіп кете береді. Әрдайым зікір, сабах, азанда, кешке болатын зікірлер, үйге кіргенде, шыққанда, тамақ жегенде, ештеңе жоқ шайтанға қара. Ол әлсізденіп кете береді. Сен ол уақытта жеңу сен үшін жеңіл болып қалады бейнилла азза ва джалла. Тура Умар радиаллаху анхуны айтады ғой Наби саллаллаху алейхи ва саллям, ей Умар дейді, сен келе жатсаң, шайтан сенің жолыңнан шықпай басқа жолға жүріп кетеді дейді. Себебі езіп қойған адамда шайтанды олар. Амалдарымен, зікірлерменен қимылдай алмайды оларға. Оның терісі өзінің сөзінде сәлемет болмаса, істеген амалында сәлемет болмаса, ықыласында әлсіз болатын болса, зікірлері, тасбихтері, намаздары әлсіз болатын болса, оның шайтан не қылады? Күшейеді. Соншалық дәрежеде күшейгеннен шайтан нені қаласа істей салады ол адам. Сен өзіңді тексеріп көр. Әрбірімізде сол пендеміз. Түсіндіңіз бе? Түсіндіңіз бе жоқ па? Әрбірімізде сол нәрсе болып қалуы мүмкін. Сен көр, қай бір күнәңді қаласаң, ашын бір көңіліңе түскен уақытта істесең, біле бер, шайтан сені мініп алған. Әлсіздендіріп тастаған сені. Ол өзі күшейіп алған. Бұның барлығының бәлесі сен өзіңсің.
Алла субханаху ва тағаланың тақуа қылатын жерде тақуа қылмайсың. Еске алу жерде біліп тұрып еске алмайсың. Алла субханаху ва тағалаға қайтпайсың. Күнә істеп, артынан күнәні, артынан бір жақсылық қылып қой, сол күнә кешіріліп кетсін. Наби саллаллаху алейхи айтады ғой: "Ва атби'ис сайyi'атал хасаната тамхуха" деп. Жамандық істеп қоятын болсаң, артынан бір жақсылық істеп қой, сол жақсылық бағанағы жамандықты жойып жібереді дейді. Жамандық істесең, жүрегіңе бір қара нүкте болады. Сол нүкте арқалы басқа жамандық шағырылады. Басқа жамандыққа жол ашылып жатыр. Басқа жамандықты істесең, екі нүкте түсті. Біздердің жүректерімізде қанша нүкте бар екен, Аллаху алам. Әрбір адам өзіне сау болу керек. Болбатта. Сен біл, егер қалағаныңды артынан қайтармай істей беретін болсаң, Алла сақтасын, шайтанның ақиқатта мініп алған болады. Сені ықыластан да аударады, сүндеттен де аударады, арам нәрселерді істеуде де, уажиптерді тастауда да. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін шайтан ең бірінші адамға соғысатын нәрсесі ол ықылас. Егер ықыласты кеткізсе, шайтанның құлы болдың. Одан кейінгі күресетін қатерлі нәрсесі ол сүндетпен күреседі. Бидатты кіргізуге әрекет қылады. Сол сияқты Ибн Қайым рахимахулла айтқандай, шайтанның келетін 6 немесе 7 жолы бар. Адамды уасуас қылуға бір ескертсеңдер, иншаллах, оны айтып беретін шығармын, иншаллах. Сол үшін бұл ықылас деген нәрсе нәпске ауыр келеді. Ықылас деген нәрсе нәпске ауыр келеді. Неге ауыр келеді десе, ғалымдар айтады, қай бір күнәні істейтін болатын болсаң, оның артында бір шахуат бар. Шахуат дегенін білесіңдер ғой? Көңіл тартады соны, соның артынан рахаттану мүмкін уақытша болса да. Мысалы, ұрлық қылады, өтірік айтқысы келіп тұрады, мысалы. Соның артынан бір тіршілік бар, жағатын нәрсе болуы мүмкін, зина қылады, жала жабады, ғайбат жасайды. Шахуат бар оның артында. Амма Аллахқа серік қосуға шахуат жоқ бауырлар. Түсінікті ме жоқ па? Нәпсің талап еткен оның артынан рахаттанатын нәрсе емес. Сол үшін нәпске ауыр келеді ол нәрсе. Ауыр. Себебі нәпстің нәсибесі жоқ шіркте. Түсінікті ме жоқ па? Нәпстің ешқандай нәсибесі жоқ. Мысалы, өтірік айтсаң, зина қылса, немесе ғайбат жасаса, нәпс соның артынан бір арам нәрсе қойды. Бірақ нәпс рахаттанады. Алла сақтасын. Мысалы, біреулер айтады ғой, біреуді ғайбаттап алады, содан кейін кейбір нелерді болып қалады, алхамдулилля ішімдегін шығарып алдым дейді. Ғайбаттап біреудің етін жеп алады да, жақсылап, содан кейін ішімді босатып алдым дейді. Субханалла, ішінде көміліп қалғаны жақсы еді, осыны шығармай. Рахаттанып қалады соның артынан. Нәпстің нәсибесі бар болып тұр ма, осы жерде жоқ па? Рахаттанып жатыр ма? Шайтанның жәрдемімен. Дұрыс па жоқ па? Бірақ ширкте ешқандай рахат жоқ. Соншалық дәрежеде қылып қойған Алла субханаху ва тағала өзінің ақсын таласатын нәпс жоқ жерде. Бірақ адам шайтанға соншалық дәрежеде берілгеннен, Аллахқа болған ықыластан ұзақ болғаннан осы ширкке жолығып қала береді. Ол ширкті білдік. Алла субханаху ва тағала кешірмейтін үлкен күнә. Сол үшін бұл таухид пен ширкті негізделіп адам білу керек. Себебі оны білмесе, әдетте біз білеміз, адам білмеген нәрсесіне жолығып қалу жеңіл. Ғалымдар айтқандай, мен жамандықты үйрендім дейді. Жамандықты істеу үшін емес, бәлкім одан сақтану үшін. Жамандықты үйрендім дейді. Ол жамандықты істеу үшін емес, одан сақтану үшін. Сол үшін Худайфа радиаллаху анху айтады ғой, мәшһүр хадисте, келешекте иншалла келсе айтамыз, адамдар Наби саллаллаху алейхи вассаламнан жақсы нәрселер туралы сұрайтын, мен жаман нәрселер туралы сұрайтын едім, маған сол жамандық жетіп қалмау үшін дейді. Себебі жамандықты білмеген адам жақсылық деп ойлап істеп қоюы мүмкін. Сол үшін бізде қарапайым халық сол қабырға құлшылық қылу үшін бара ма? Мен бұтпарас болдым, мен Қытай болдым, Япон болдым, басқа деп бара ма? Жоқ, мұсылманшылық деп бара ма? Айтыңдаршы. Не деп барады олар? Мұсылманшылықтан деп бала. Бұл дәлел қылады. Бұл адамдар қарапайым халық исламды білмейді. Білмейді олар. Егер соларға ескертіліп,
ақиқи ислам түсіндірілсе, олар бармайтын. Мен буддистпін деп бара ма сол жерге? Жоқ, ана үндөспін деп бара ма? Не деп барады ол жерге? Бұл ислам, мұсылманшылық, дұрыс па? Алланың жолы деп шығады ғой, ақ жолдағылар бағанағы. Алланың жолы деп шығады. Кейбіреулер мүмкін білет шығар, бірақ жалпы қарапайым халық о нәрсені білмейді. Оларды көбірек алдайды, аталарымыздың діні осы, аталарымыздан қалған деп өтірік бұның барлығы. Сонда аталарың мүшрик болды ма? Аллахтан басқаға сәжде қылатын ширк иесі болды ма аталарың? Жоқ. Олай болмаған. Біздің аталарымыз кімдер? Сахабалар, табииндер, Ахлус-сунна уал жамаат айыммалары, одан кейінгі жақсылықты өткен адамдар болып есептеледі. Таухидпенен, сүндетпен өткен адамдар. Сол үшін бұл бізден талап етілетін үлкен нәрсе, және осы жерде сол адамдарға осылардың өздерінің істеп жатқан амалдары ширк екенін түсіндіруіміз әр бірімізге важып болады. Мүмкін менің айтып жатқан сөздерімдің көбін сендер білетін шығарсыңдар. Себебі мен айтатын көп жаңа сөз жоқ менде. Бірақ амал бізде азырақ болып қалады. Егер білмеген болсаңдар, енді қазір білдіңдер. Демек, бұл дәлел арқылы анау мынау әңгімені қозғап, әр бәлені сөйлемей адамдардың арасында, қарапайым халықтың арасында осы нәрсені сөйлеу керек. Анау мынандай, ол тартыспау керек. Қазір аздан кеш ананы мынаны тартысып кетеді. Осы нәрсе қоя тұрайық деп айту керек. Осы нәрсені қоя тұрайық. Ананы сөйлесейік. Бірден саған, мысал қазір бір машинеде кетіп жатсаң, таксиға міндің, елде Қазақстанда, ислам туралы енді сөйлейін десең, мына сақалды өзі не үшін қоясыңдар өзі деп бастайды, дұрыс па? Ол саған шабуыл жасайды, Негізінде сен оған шабуыл жасауың керек. Ол сақалды қоя тұр, ол өспеді сенің проблем емес. Солай жоқ па? Біз дін туралы айтайық, дін туралы, ислам, не ол ислам? Бәріміз мұсылманбыз, көбі. Сен де мұсылмансың, мен де мұсылманмын. Дұрыс па жоқ па? Не ол ислам? Осы тақырыпты қозғайық, сен шабуыл жаса оған. Неге біз бит жүреміз де, әрдайым бит. Әйелінің хижабы туралы сөйт, не сол осы сендердің әйелдерін жабып жүреді осы? Несін жасырасыңдар сонда? Елдерде де әйел бар ғой, сендердікі ме тек қана сол әдемі әйел деп те мысалы. Несі бар сонша деп? Саған шабуыл жасайды. Ана жерде біреулер жабыпты ғой, анау мынау мұсылмандардың не істеп жатыр, анау мынау деген осындай тақырып. Олар түсінбейді біріншіден, бұл тақырыптың не екенін. Тіпті сен егер кірсең, дұрыстап сен де түсіндіріп бере алмайсың. Сен өзің білмейсің ол. Түсінікті ме жоқ па? Өзіңше бірдеңкені ақтап, бірдеңке айтып, бір-екі өзіңше естіген аяттарын айтпақшы боласың да, былайша айтқанда қатырмайсың бәрібір. Түсінікті ме? Себебі оған Құранды білу керек, хадисті білу керек, ғалымдардың сөзін білу керек, ихтилафи мәселе болуы мүмкін, мысалы сақал алу мәселесі сияқты мысалы, сен оны білмейсің, қатырмайсың оны, не қыласың кіріп? Айтып, ашин бір екі ауызбен аталарымыз қойған ғой, болды, бітті. Жетеді сол, дәлел оған өзі, жетеді соған. Аталарымыз қойған ғой, соны Расул саллаллаху алейхи ва саллям қойған. Жоқ, бізге сол нәрсе жетеді. Арғы мәселеге көшейік. Адамдар қабырларға барады. Аллахтан басқасына сояды. Солай ма жоқ па? Аллахтан басқасынан бала тілейді. Бидаттарды істейді. Осы нәрселерді қозғау керек. Шымкенттен Алматыға шейін таксиге мініп аласың да, тек қана сол өзіңнің проблемаң туралы сөйлеп барасың мысалы. Жоқ, біз мұсылмандар былаймыз деп. Ол сенсе сенбесе, мүмкін сен сөйлетіп қойып кетіп жатқан шығар, жолды кесу үшін. Түсінікті ме жоқ па? Магнитофонның орнына да мысалы. А негізінде сені оны ойландырып қоятын нәрселерді қоюың керек оған. Міне мұсылманның негізгі себеп, кеше айттық қой, сендерге айттық қой. Сен біліп сосын сен. Адамдар айтты деп кете берсең, кете бересің осылай. Осы жерде көрінеді, сен біліп тұрып сенің бе? Жоқ, адамдар ақилерің айтқандық үшін кетіп жатсың ба сен? Біліп тұры сену керек. Біл, мына ширк мынандай дәрежеде арам. Мынандай дәрежеде Аллах арам қылған. Оның мынандай түрлері бар. Мынандай жағдайларда адам осындай бір ауыр жағдайларға түсіп қалады деп. Осы нәрселерді айту керек. Осы нәрселерді түсіндіру керек. Адамдар егер жоқ дегенде біздегі қарапайым халық намаз оқу, ораза тұту, басқа олардан бұрынғы мәселе осы. Аллахтың жалғыз өзіне құлшылық ету. Егер олар көптеген жақсылықтарды істемей,
Аллахқа жалғыз өзіне құлшылық ететін, таухид иесі болып, мұсылман болып өтетін болса, қалғаны Аллахтың әмірі. Себебі бұл адамның тозақтан құтылуы мүмкін деген үміт бар, білесің бе? Үміт бар, себебі таухидпен кетті ол. Амма өзінше қанша құлшылықтарды орындағанымен Аллахқа болған таухиді сәлемет болмаса, таудай жақсылықтармен келсін, Аллах бағанаға айтқандай оның барлығын тозан сияқты жоқ қылып жібереді. Сол үшін осы мағынаны біріншіден өзіміз жақсылап білуіміз керек, және жағдай барынша өзімізге жақын болған, немесе ұзақ болған адамдарға да, тіліміз жеткен адамдарға осы нәрсені түсіндіріп жеткізілсе, бұл Наби саллаллаху алейхи уассаламның өсиетін орындаған боламыз. Наби саллаллаху алейхи уассалам Муазды қаяққа жіберді? Йеменге жіберді. Сонда не деді? Олар әхлі кітап еді. Әхлі кітап дегеніміз кімдер олар? Яһудилер және христиандар. Олар Аллахтың бар екеніне сене ме? Жаратушы екеніне сене ме? Исаның пайғамбар екеніне сене ме? Мусаның пайғамбар, бәрін сенеді болар. Тек қана оларда сонда şey бар, бағанағы біздің адамдардағы бар ширк бар. Аллах субханаху ва тағала Наби саллаллаху алейхи ва саллям Муазға, сен оларға бар да ең бірінші айтатын дағуатың не болсын деді? Аллахтың жалғыз өзіне құлшылық қылу болсын деді. Соған шақыр деді. Кейбіреулер айтады, кейбір надандар айтады. Адамдар мұсылман ғой, неге соны айта бересіңдер дейді. Ол христиандарға барған. Адамдар қазір мұсылман ғой дейді. Мұсылман болғанда, бірақ мұсылманның ісін істеп жатыр ма? Аллахқа да құлшылық қылып жатыр, Аллахтан басқасына да құлшылық қылып жатыр. Мұсылман деген аты ол жерде пайда бермей қалады, Алла сақтасын, егер осылай өлетін болса. Сол үшін бағанаға айтқандай ең бірінші болған мәселе өзімізде осы нәрсе мәлімет болатын болса, дұрыс амалымызда да, сенімімізде де, және сонымен бірге айтатын сөзімізде осы тақырыпта болса, көптеген проблемаларға мұрнымызды сұқпай, білмейтін нәрселерді қозғамай, түсінікті ме? Кейбір бауырлар өзі білмеген нәрселерге көп араластырып, жақсылық қылудың орнына жамандық істеп қояды. Адам істің иесі болса істеу керек. Врач па өзінің враштығын қылса жақсы. Ағаш ұстасы ма ағаш ұстасылығын қылса, дін иесі болса дінді дұрыстап үйреніп сосын сөйлесе. Жақсылық істеп жатырмын деп жамандық істеп қоятындар бар. Жақсылық ана бір балдардың қиссасында келеді. Бір адам бағанағы аюды өндіріп өстіріп тәрбиелеп өзіне бағанағы ит сияқты қызмет қылатын қылып алады да, содан кейін бағанағы дем алып жатқан уақытта аю оны әр нәрселерден сақтап тұрады. Сонымен бір шыбын қонса, бүйтет айдайды, кетпейді бағанағы шыбын. Шыбынды өлтіремін деп тасты алып келеді де, бір ұрады. Иесін өлтіреді сосын. Солай ма жоқ па? Бұл әшейін бір мысал, өмірде болсын болмасын. Бұл жерде айтылып тұрған мәселе, адам өзі білмеген нәрсесіне надандықпенен араласатын болса, ол адам жақсылық қылудың орнына жамандық қылып қояды. Сол үшін біздің білетін нәрсеміз алхамдулилля таухид. Аллах субханаху ва тағаланың ақысы, ширк арам екенін, бидат арам екенін білеміз. Осы нәрселерді айту керек. Қалған мәселелер, кейбір хилафи намаздағы болатын мәселелер, мешіттерде болатын кейбір проблемалар болатын болса, оны сол мешіттің имамдарына тастап, солардың мәселесін қозғамай, олардың істеріне көп араласып фитна қылмай, осы мәселен туралы көбірек сөйленіп, сол нәрсеге мән берілетін болса, жақсылықтар иншаллах көбейіп, жамандықтар соменен бейдінілла азаят шығар иншаллах. Аллаху алам.